Ең ұлы жеңіс өзіңді өзің жеңу. Өмір еңбексіз ештеме бермейді. Молшылыққа белшеңнен батқың келе ме? Онда теңізге емес, өз теріңе малшын. Асылды сонда ғана табасың. Егер одан таппасаң, еш жерден таппайсың. Саналы да ерікті еңбек қана адамды бақытқа кеңелтеді. Көп еңбек еткенге бақыт басын еді. Қай істің болсын өнуіне 3 түрлі шарт бар. Ең әуелі ниет керек, одан соң күш керек, одан соң тәртіп керек. Егер ісім өнсін десең, ретін тап. Ешқашанда үлкен қиыншылықтарсыз үлкен істер болмайды. Пікір күшті болса, істе күшті болмақ. Әрбір істегі ең маңызды нәрсе жұмыс істегіңіз келмеген сәтті күштеп жеңу. Сіздің істеріңіздің нәтижелерін басқалар бағалайды. Тек қана өз жүрегіңіздің таза, әділ болуына тырысыңыз. Рахаттың ең зоры басқалардың сіз істей алмайды дегенін істей алуыңыз. Күте білгендерге бәрі өз уақытында келеді. Бақыт әрдайым батыл адам жағында. Бақыттың мәні парасаттылықта, әркімнің өз алдына игілікті мақсат қоя білуінде. Ол мақсат тек кездейсоқ рахат үшін емес, шынайы игілік үшін бақытталуында. Адамның өз мінез құлқын, іс әрекетін ерікті түрде өзгертіп, ізгілікке бағыттап отыруында. Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме. Қызық келсе қызықпа, оңғаққа ерме. Жүрегіңе сүңгіде, түбін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Өзіңді өзің тану даналықтың бірінші белгісі. Асықпай ойланып алып, бірақ батыл әрекет жасаңыздар. Кең пейілділікпен игілік, бірақ табанды қарсылық көрсетіңіздер. Шын дананы тануға болатын нағыз белгі шыдамдылық. Кім болам десе, сол болу ұлы адамның ісі де, қолынан келгені болу әр адамның ісі. Мән беріп тыңдағандарыңызға рахмет. Арнаға тіркеліп кетіңіздер.